Бір күні бір ата-ана өзінің кішкентай қызын туылған күніне қуыршақ сыйлайды. Ол қуыршақты көрген қыз өте қатты қуанады. Мынау менің қуыршағым ба деген сияқты. Ол қуыршақ өте сүйкімді, өте әдемі болып шығады. Бірақ ол қуыршақтың түрі секілді. Ол қыз оны мүлдем байқамайды, бірақ кезде ол қуыршақ сөйлейді. Мен ойна деген сияқты. Ол қыз оған риза болып бірге ойнап жүреді. Бір күні кешкісін анасы қыздың бөлмесінің алдынан өткен кезде бір дыбыс шығады. Яғни мен ойна деген. Қызы әлі ұйықтамаған ба деген сияқты бөлмесіне кірсе, бұрышта қуыршақ тұрады. Ол қуыршақ әрине мен ойна деп дыбыс шығарады. Ақырындап анасы барып қуыршақты ұстайтын болса, ол қуыршақ мен ойна деп көзін ашып жұмады. Қараса, оның батарейкасы болмайды. Яғни ол қуыршақтың жаны бар деген сияқты.